Ассалаумағалейкум құрметті жазылушылар, құрметті көрермендер. Егер жаңадан туылған жас бұзаулар әлсіз болса, бұлшық еттері босап, орнынан өздігінен тұра алмайтын болса, сонымен қатар көзін ашпай сыртқы ортаның тітіркендіруіне болған реакциясы баяу болса, құлақ, мұрын, төрт аяғының бастары мұздап тұрса, сүт ему рефлексті әлсіз болса, онда бұл видеоны соңына дейін көріңіз. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, арнаға жазылып, еңбегімізді бағалап, қолдап қоюды ұмытпаңыз. Бұл індет бұзаудың әлсіздігі деп аталады. Әлсіздік бұзаудың әлсіз, өміршеңдік қуаты төмен болатын бір түрлі тума кемдігі. Бұл аурудың пайда болу себебі ішті мезгілінде буаз сиырларға белоктық, витаминдік жемнің немесе минералдық тұздардың жетіспеуі, немесе кем болып, туардан бұрын көтерем болып, немесе созылмалы асқазан ішек ауруына шалдығып, іштегі төлі толық жетілмей, тума кемістік болып, әлсіз болып туылуы. Сонымен қатар, енелік сиыр мәлім бір жұғымды індетке шалдыққанда, төлдің жатыр ішінде жұғымдалуын пайда қылып, әлсіз болып туылады. Сауын сиырдың күні толмай тууы. Туыстар ара көбейтуден пайда болған жас бұзауда да осы індет үнемі кездеседі. Бұзау туылған соң ортаның жылу температурасы өте төмен болып, күтімге дер кезінде алынбаса, суық тигізіп алса, бұзаудың өміршеңдігіне ауыр ықпал жасайды. Диагноздау түйіні: бұзау әлсіз, бұлшық еттері босап, әрекеттері үйлесімсіз, тұра алмайды немесе тұрмайды. Жүрек соғуы тез әрі әлсіз болады. Тыныс алуы таяз, рессіз болады. Кейбіреу көзін ашпай, сыртқы ортаның тітіркендіруіне болған реакциясы баяу. Құлақ, мұрын, төрт сирағының бастары мұздап, сүт ему рефлексті әлсіз болады. Жаңадан туылған бұзауларда витамин А кемшіл болғанда әлсіз әрі көру қуаты әлсірейді. Ас қорыту жолы мен тыныс алу жолы қабынады немесе болымсыз нерв белгісі байқалады. Ал енді емдеу алдын алу шарасына келсек, буаз сиырға белоктық, витаминдік жемдерді, сонымен қоса минералдық тұздарды жеткілікті мөлшерде беріп тұру керек. Сонымен қатар бұзау алысымен жылы қорада ұстап, қолмен сүт беру, витамин мен кальций тұздарын толықтырып отыру керек. Терастынан немесе бұлшық етке мынадай комплекс витаминовты салу керек. Сонымен қатар кальцийді сүтіне немесе жеміне қосып беру керек. Әлсіз туылған бұзауларға осылай дер кезінде емдеу алып барсаңыз, бұзаудың жетілуіне біршама оң әсері болмақ. Мінекей құрметті көрермендер, сіздер әлсіз туылған бұзауды қалай емдеу және алдын алу жолдарын білдіңіздер деп ойлаймын. Видео пайдалы болса лайк басып, арнаға жазылып қолдап қойыңыздар.